Ұшақтың әжетханасында улы жылан басын қылтитып шығарды. Қамсыз отырған ер адам мүлде байқамады. Келесі сәтте жылан қарғып шығып, жігіттің шабына дәл тістеп алды. Ол жан ұшыра жыланды жұлып алмақ болды, бірақ қолынан келмеді. Азапты арпалыстан кейін ер адам көз жұмды. Сол сәтте ұшақтағы жолаушылар ештеңеден хабарсыз еді. Олар өлімге апаратын рейске отырғанын білмеді. Енді сұрақ туындайды. Әдеттегі ұшақ қалайша жыландарға толып кеткен? Бәрі бірнеше күн бұрын басталды. Прокурор Хайес қылмысты тергеп жүргенде, қылмыскер Эдди Ким қатыгез кек қайтарды. Кимнің Хайесті аяусыз өлтіргеніне куә болған Шон есімді жас жігіт. Куәгерді жою үшін Ким киллерлерді Шонның үйіне жіберді. Дәл шешуші сәтте ФБР агенті Флинн араласты. Шон қашып құтылып, Флиннмен бірге тергеу бөлмесіне барды. Флинн оған Эдди Кимнің қатыгез қылмыскер екенін айтты. Егер Шон куәгерлік етсе, Ким түрмеде шіритін еді. Бұл әділдікке қызмет қылумен қатар, Шонның өзінде қорғайтын. Өйткені Ким қолына түсірсе, Шон тірі қалмайтын. Флиннің қайта-қайта үгіттеуінен кейін, Шон әділдік үшін батыл болуға бел буды. ФБР арнайы рейс ұйымдастырды. Бірақ ол көз алдау болатын. Шонды түнгі жасырын рейске отырғызды. Қасында Флинн мен Сандерс агенттері болды. Бағыт Лос-Анджелес соты. Бірақ Флинн білмеді Кимнің ішінде сыбайластары бар еді. Шон шаққа мінген сәтте ақ бір сатқын Кимге хабар берді. Ол жолаушыларға берілген чипстерге феромон сеуіп шықты. Бұл жыландарды есінен тандырып, ашуландыратын зат болатын. Яғни Кимнің Шонға арнаған сыйлығы жыландар еді. Ұшақ әлі ұшпай тұрғанда, қызметтік ит күдікті нәрсе сезді. Бірақ офицер мысықты көрген соң, күдігін басып тастады. ФБР бірінші класты түгел Шонға беріп қойды. Ал бастапқы жолаушыларды эконом классқа ауыстырды. Олар наразы болды, бірақ амалсыз көнді. Мерседес есімді бай әйел күшігін құшағында ұстап тұрып, стюардессадан «Эконом бөлім қауіпсіз бе?» деп сұрады. Әрине, мүлде қауіпсіз деген жауап алды. Бірақ ол білмеді, бұл рейсте қауіпсіз орын жоқ еді. Түнгі рейс болғандықтан, жолаушы көп емес еді. Бірақ көзге түспейтін бұрыштарда ажал оянып жатты. Уақыт санаға аяқталғанда, жәшік жарылып, жүздеген улы жылан сыртқа шашылды. Бейшара мысық бірінші жем болды. Жас жұп әжетханаға жасырын кіргенде, төбедегі тордан суық көздер бақылап тұрғанын екеуі де байқамады. Қыз құлағының түбінен ысыл естіп, жоғары қарағанда тым кешеді. Тар әжетханада қашар жер жоқ. Бір минут өтпей екеуі де уға уланып өлді. Сол арада бір жылан электр сымдарын тістеп үзіп, бүкіл жүйе істен шықты. Экипаж Лос-Анджелес мұнарасына көмекке хабарласты. Бірақ жолаушыларды дүрліктірмеу үшін шындықты жасырды. Бұдан да сорақысы жыландар қазірдің өзінде салонға тарап кеткен еді. Қараңғы болғандықтан ешкім бірден аңғармады. Келесі құрбан басындағы оқиғаның еркегі болды. Ұйықтап жатқан әйелдің де басына қатер төнді. Жылан етегінің астына кіріп кетті. Әйел өзін түс көріп жатырмын деп ойлады. Ал ұшқыш капитан Сэм Маккиян электр тораптарын тексеруге шыққан. Бірақ оны да жылан шағып, бірден мерт болды. Стюардесса Клэр оның құлағанын көріп, жүрегі ұстап қалды деп ойлады. Жүгіріп Флиннді көмекке шақырды. Бірақ Флинн дәрігер емес, агент еді. Жылдам қарап, капитан жүрек талмасынан өлді деп шешті. Оның мойнындағы тістеу ізін байқамады. Осы кезде жыландардан 4 адам қаза тауып үлгерген. Бірақ ұшақтағылар нақты кінәліні әлі білмеді. Капитан өлген соң басқаруды екінші ұшқыш Рик алды. Бірақ кабинаға жыландар кіріп кеткенде, ол қатты абдырады. Қорқыныштан оттегі жүйесін кездейсоқ іске қосып жіберді. Маскалар түсіп кетті. Ал солармен бірге жүздеген жылан салонға құлап түсті. Олар қолынан келгеннің бәрін тістеді. Жолаушылар шыңғырып, жан ұшыра қашты. Ұйықтап жатқан әйел оянып ет төсінен жылан шығып бара жатты. Қозғалуға үлгермей жатып, жылан оны өлімші етіп шағып алды. Клэр жүгіріп келіп, Риктен неге оттегі маскалары түсіп кеткенін сұрады. Рик қолындағы жыланды көрсетіп, «Білмейсің бе, бұл ұшақта жыландар бар ғой», деп айқайлады. Ұшақ қатты турбуленттілікке түсті. Онсыз да дүрбелеңге толы салон тіпті қиындай түсті. Жолаушылар тұрмақ түзу жүре алмай, жыланның шабуылынан жалтара алмады. Экипаж тірі қалғандарды бірінші классқа қарай қауіпсіз жерге көшіруге тырысты. Бірақ сол арада қаруы жоқ талай адам жыландардың азуына ілікті. Флиннің электрошок таяғы жақсы қару болғанымен, жыландар тым көп еді. Жалғыз өзі бәрін жеңуі мүмкін еместін. Аман қалушылардың үрейден күреп бара жатқанын көрген Флинн жағдай бұлай жалғаса берсе, бәрі апатқа ұшырайтынын түсінді. Эконом класста жыландар тым қалың болғандықтан, ол жолаушыларға чемодандарын жинап, бірінші классқа өтетін жерде қабырға тұрғызуды бұйырды. Эконом класстың көрінісі сұмдық еді. Жерде мәйіттер мен жыландар үйіліп жатты. Мерседес есінен танып құлап қалған. Есін жиғанда көзіне сенбеді. Бірнеше метрлік алып жылан оған қарай бар күшпен еңбектеп келе жатты. Ол жанұшыра көмек сұрап айғайлады,
бірақ ешкім жауап қатпады. Дәл үстіндегі сөреге шыққан жылан оған тап бермек болғанда, құтқарушысы пайда болды. Лионг есімді кикбокс чемпионы жыланды жалаң қолымен ұстап, бір жаққа лақтырып жіберді. Сосын Мерседесті күшігімен бірге қауіпсіз жерге көтеріп апарды. Ал екі кішкентай ағайынды бала алғаш рет ұшақпен жалғыз келе жатқан. Өкінішке қарай, кішісі Томмиді оң қолынан жылан шағып алды. Бүкіл қолы ісіп көгеріп кетті. Абырой болғанда жара терең емес еді. Сондықтан өміріне тікелей қауіп төнбеді. Осындай сын сағатында адам табиғаты сынақтан өтеді. Біреулер тек өзін ғана ойлайды, ал біреулер өзгелердің өмірін құтқару үшін бәрін қатерге тігеді. Ең тәжірибелі стюардесса Грейс нәресте Изабелланың жылағанын естіп, ойланбастан эконом классқа жүгірді. Сәбиді құтқарып шықты, бірақ өзі жыланның уына шалдықты. Оның өмірі қыл үстінде қалды. Рик жағдайдың қаншалықты ауыр екенін түсіндіріп, Флиннге келді. Ұшақ 30 000 фут биіктікте ұшып келе жатқан. Лос-Анджелеске жетуге әлі 2 сағат бар еді. Егер жыландар тағы жүйені бүлдірсе, кез келген сәтте құлап кетулері мүмкін. Қауіпті сезінген Флинн дереу ФБР орталығына хабарласты. Ол, көп жағдайға дайын болдым, бірақ жыландарды ешқашан ойлаған жоқпын. Бұл тек Кимнің ісі. Шонды өлтіру үшін ол бүкіл ұшақтағы адамдарды құрбан етуге дайын деді. Оқиғадан хабар алған агент Харрис дағдарыс тобын дереу іске қосты. 20 минут ішінде ақштағы ең мықты жылан маманын табуды бұйырды. Жылан зерттеушісі доктор Стивен Прайс келіп, жағдайдың қаншалықты күрделі екенін бірден түсінді. Ұшақтағы жыландардың түрі бар еді. Әрқайсының уы әртүрлі. Антидот жасау үшін нақты қандай жыландар барын анықтау қажет болды. Доктор Прайс түсіндірді. Жыландар әдетте адамға өздігінен шабуылдамайды. Оларды елірткен бір нәрсе бар. Сарапшы ретінде ол Флиннің әңгімесінен негізгі жайтты лезде аңғарды. Мәселе жолаушылардың мойнындағы гүлдестелерде болуы мүмкін. Біреу оларға феромон бүркіп шыққан. Ол жыландарды есінен тандырып, долдандыратын жыныстық гормон. Доктор Прайс Флиннен қандай жыландарды көргенін сұрады. Флинн тек гремучая жыландар мен кобраларды таныды. Сол себепті Прайс өлген жыландарды жинап, сипаттап беруді ұсынды. Өзі анықтап бермек болды. Флинн аман қалғандарды ұйымдастырып, жыландарды жинауға кірісті. Осы кезде екінші ұшқыш Рик қолынан шағылып, жүк қоймасына құлап түсті. Ұшқышсыз қалған ұшақ бірден құлап бара жатты. Флинн амалсыз жылан аулауды тоқтатып, Клэрмен бірге кабинаға жүгіріп барып, басқаруды қолға алды. Ал жолаушылар жағында кенет алып питон пайда болып, бәрін дүрліктірді. Бір ер адам Мерседестің күшік итін питонға лақтырды, бірақ 1 секундтан кейін ақ ол өзі қорлықпен өлді. Питон оны қапсыра орап көзінен, мұрнынан, аузынан қан ағызды. Сөз айтуға үлгермей жатып, питон оның басын шайнап, түгел жұтып қойды. Бұл сұмдықтан аман қалғандар үрлемелі құтқару қайығын алып, өткелді жауып, жыландарды уақытша бөгеп тастады. Лос-Анджелес мұнарасының көмегімен Флинн мен Клэр ұшақты тұрақтандырып, қауіпсіз биіктікке көтерді. Дәл осы кезде есін жиған Рик жүк қоймасынан шығып, басқаруды қайта алды. Флиннің деректері бойынша, доктор Прайс кейбір жыландардың жергілікті емес екенін анықтады. Демек, Ким оларды контрабандашылардан алған. Көп ұзамай ФБР Крайтлер есімді контрабандашыны тапты. Ол кеденде 2 рет ұсталған екен. Қолға түскен соң, ол Кимнің сатып алу тізімін және түрлі антидоттарды берді. Енді тек ұшақ аман қонса, тірі қалғандарды құтқаруға болар еді. Бірақ жаңа мәселе шықты. Қозғалтқыш істен шығып, желдеткіш бұзылды. Температура көтеріліп, кейбір жолаушылар шыдай алмай ашуға мінді. Дәл осы сәтте Флинн батыл қадам жасады. Ол жалғыз өзі жүк қоймасына түсіп, қозғалтқышты қолмен қайта іске қосуға кірісті. Бірақ артынан жылан тап берді. Абырой болғанда, Флинн дайын еді, ол оны от шашқышпен өртеп, қауіптен құтылды. Флинн кабинаға қайтып келгенде, Риктің уға уланып өлгенін көріп шошыды. Ұшақ әуежайға жақындап қалған, бірақ ұшқышсыз қону мүмкін емес еді. Амалсыз жолаушылардан ұшақ жүргізе алатын біреу бар жоғын сұрады. Трой есімді ер адам қол көтерді, бірақ сенімсіз еді. Ол менде 2000 сағат тәжірибе бар деді. Барлығы қолдап жігер берген соң, Трой батылдыққа келді. Флинн де тоқтаусыз жігерлендіріп отырды. Жолаушылар белдіктерін таққан соң, Флинн тапаншамен 2 терезені атты. Қатты қысым айырмасынан көптеген жылан сыртқа сорылып кетті. Бірақ қауіп әлі бітпеді. Ауа ағысы сондай қатты болды. Белдіктердің өзі ұстап тұра алмады. Адамдар әуеге көтеріле бастады. Дегенмен Трой зейінін жоғалтпай, ұшақты теңестіріп, соңғы сәтте қону жолағына аман қондырды. Шын мәнінде, Тройдың 2000 сағат тәжірибесі тек ұшақ симулятор ойыннан жиналған еді. Дегенмен төтенше жағдай қызметкерлері мен жылан мамандары ұшаққа кіріп, жараланғандарға уға қарсы дәрі екті. Бірақ шон ұшақтан түсерде,
соңғы бір жылан киімінің ішінен секіріп тап берді. Флинн қас қағым сәтте реакция жасап, оны атып өлтірді. Осылайша апат түпкілікті аяқталды.